Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгін біз сіздермен ғылым тарихы және философия пәні бойынша кезекті семинар сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі семинар сабағының бірінші тақырыбы өркениет пен мәдениеттегі ғылым деп аталады. Осы тақырып көлемінде жоспар бойынша келесі мәселелерді қарастыратын боламыз. Бірінші мәселе мәдениет жүйесіндегі ғылым және оның қоғамдағы орны мен функциялары. Екінші мәселе философиялық концепциялардың ғылымның дамуына әсері. Үшінші мәселе ғылым тарихының әлеуметтік жақтары. Және төртінші мәселе ғылымның шығармашылығындағы философияның рөлі. Сонымен бүгінгі семинар сабағымыздың ең негізгі мақсаты бұл философиялық, мәдениет танымдық, әлеумет танымдық білімдердің соңғы жетістіктерін ескеру негізінде ғылым тарихының қырларын зерделеу, философияның рөлін саралау табылады. Сонымен сіздермен семинар сабағы басталып, жоспар бойынша біз бірінші сұрақты қорытынды негізде соңғы қарастыратын мәселе ретінде алып қаламыз. Сондықтан кезекті екінші, үшінші, төртінші мәселелер бойынша сіздерге сөз кезегін береміз. Біріншіден мәдениет пен өркениеттің анықтамасын қарастырамыз. Мәдениет дегеніміз адамзат баласының қолымен және ақыл ойымен жасаған рухани және материалдық құндылықтардың жиынтығы болып табылады. Мәдениет бұл тарихи құбылыс. Мәдениет сөзі кең мағынасында бір ұрпақтан екінші ұрпаққа таратқан, жолдаған өмір сүру тәсілі болғандықтан, осы аталған салт дәстүрлер, тәрбие, өнер, әдет-ғұрып бұл мәдениеттің өз ерекшелігі. Ал енді өркениетке тоқталып кететін болсақ, өркениет дегеніміз белгілі бір елдер мен халықтардың тарихи дамудың белгілі бір кезеңіндегі материалдық, рухани және әлеуметтік құндылықтары. Өркениетке прогресс, технология, инфрақұрылым және жаңашылдықты жатқызамыз. Осы екі ұғымды байланыстыратын ғылымға келсек, мәдениеттің және өркениеттің ғылым аралығындағы қатынас туралы тақырып жалпы және шексіз болады. Оның көптеген қырлары да бар. Ғылым табиғи және әлеуметтік өмірдің заңдылықтарын шығарғанда, оларды меңгеретін қажетті негізіне айналады. Сөйтіп, қоғамның қажеттіліктеріне әсер етіп, адамзатқа өмірлік стратегияны таңдау және мәдени даму жолын іздеуге көмектеседі. Жалпы өркениет пен мәдениетті ғылыммен ұштастыратын болсақ, онда біз ғылым мен мәдениеттің өзара байланысын өркениеттің екі түрімен, яғни дәстүрлі қоғам және техногенді өркениет арқылы қарастыра аламыз. Ғылым тарихының әлеуметтік жақтарына тоқталып кетсек, біз антика дәуіріне қайта оралып келеміз. Антика дәуірінде философия барлығын қамтитын ғылым ретінде қарастырылды. Әрі қарай ғылым өзі философиядан ажыра бастайды. Бірақ ол болжам функцияларын жүзеге асыра отырып, басқа ғылымдардың нәтижелерін біріктіретін құрал болып қала берді. Қоғам философияға немесе ғылымға неғұрлым мұқтаж екендігі және олардың нақты өзара байланысы туралы философия мен ғылымның ұзақ мерзімді дамайы көптеген көзқарастарды тудырды. Сондықтан 19-20 ғасырлардағы философия мен ғылымның байланысы туралы пікірталастар осы мәселе бойынша екі басты позицияларды қалыптастыруға негіз болды. Олар сциентизм және антисциентизм. Сциентизм ғылымды басты рөлге қояды, яғни бұл мәдениет жүйесіндегі қоғамның идеялық өміріндегі ғылымның рөлін абсолютке айналдырудағы білдіретін ұғым болады, яғни ғылымды ең басты құрал ретінде қарастырады. Антисциентизм ғылымның мүмкіндіктерін шектейді, яғни техниканың адамзатқа деген қауіп-қатерін қарастырады. Ал егер ғылымның шығармашылығындағы философияның рөліне келетін болса, егер ғылым тарихы ғылыми идеялардың тарихы деп түсінілсе, онда зерттеуші оны зерттей отырып, бұл тарихтың екі штолымен кездесетін болады. Бір жағынан ғылыми идеялар әр адамға тәуелсіз түрде өмір сүреді, олар хронологиялық ретте ие болса да, бір-бірін негіздеп, біртұтас білім жүйесін қалыптастырады. Екінші жағынан зерттеуші ғылыми идеялар пайда болатын жағдайларды және олардың пайда болуына ықпал ететін немесе керісінше ғылыми білімнің қатаң логикалық құрылымына ешқандай қатысы жоқ әртүрлі оқиғалар мен факторлар кедергі келтіретін ескерілуі мүмкін. Мағжан ойды жалғастыра кетсек, ғылым тарихы жалпы екіге бөліп қарастырдық. Бірінші сол объективті, яғни идеялардың субъектіге тәуелсіз тарихы, ал екінші қарастыратын мәселе ол дербестендірілген әлеуметтік, саяси және басқа да қатынастардың контекстіне енетін ғалымның білім өндірудегі белсенділігімен байланысты.
20-шы ғасырдың ортасына қарай ғылым тарихнамасында екі әдіснамалық бағыт пайда болды. Ол интернализм және экстернализм. Интернализм дегеніміз ішкі заңдылықтармен реттелетін тарихи идеялар. Ал экстернализм дегеніміз сыртқы әлеуметтік факторлармен анықталатын ғылым тарих. Ғылыми білімнің дамуына философияның рөлі зор саналады. Себебі философия бұл дүниетаным болумен қатар ғылыми біліммен қызмет етеді. Философия ғылымның жекелеген салаларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Ғылымның даму үрдістері болжайды, сенімдерді негіздейді, жеке позицияларды қайта қарастырады және көзқарастарды негізделген дүниетанымды. Ғылыми философияның негізгі функциялары сыни, алғышар, жалпылама экстраполяциялау және эвристикалау, бағыттаушы, нақтылау және интерпретациялық коммуникативтік. Сонымен құрметті магистранттар, бағана біз атап өткеніміздей, жоспар бойынша қарастырылатын алғашқы мәселені біз соңғы негізде қосымда ретінде шығарамыз деп шешкен болатынбыз. Сондықтан жалпы ұсыныс бойынша бұл мәселе дәстүрлі қоғам және техногендік қоғам шеңберінде өзара пікірталас негізінде қарастырылу ұсынылған болатын. Сондықтан да сіздердің ұсыныстарыңызды қабылдай отырып, енді келесі сөз кезегін сіздерге берсек. Техногендік қоғам дегеніміз не, қалай қазіргі көзқарас тұрғысында қарастырасыздар, және соның негізінде бұған дейін бізде қалыптасқан, қабылданған дәстүрлі қоғам мәселесі төңірегіндегі сіздердің көзқарастарыңыз қандай, қазір ортаға салып бөліссеңіздер. Сөз кезегі сіздерде, қайсыңыз бастайсыздар? Өміріндегі өзгерістерге әкелуі. Яғни біз дамып отырып, негізі жаңашылықтарды ашамыз ғылым арқылы. Мен әдеттен сөзбен толықтай қосылам. Техногендік өркениет, техногендік қоғам деп айтатынымызда, ол адамзатқа қалай айтсақ болады, көбірек мүмкіндіктер береді. Ғылымды дамуға болсын, басқа да өркениеттерді дамуға болсын, көптеген мүмкіндіктер береді. Әсенше, мен өз ойымды қоса кетсем, ал білдіре қойыңыз ойыңызды. Негізі менің ойымша, біз қазақ халқы дәстүрімізді, құндылықтарымызды анамыздың құрсағына жатып білгеннен кейін, қадірлегеннен кейін, менің ойымша дәстүрлі қоғам ол біздің өміріміздегі көзқарасымыз, сонымен бірге ұштастыратын зат. Әрбір затты біз алып, асықпай ойластырып, өзіміздің көзқарасымызбен, әке-шешеміздің, ата-әжеміздің нақтылымен, насихаттаған заттармен байланыстырып, ұштастырып, бәріне де байсалды, салмақты қарап, өзіміздің дәстүрімізді болашақтағы жаңағындай көзқарастарға қолдана біліп, ұмытпауымыз тиіс. Менің ойымша дәстүрлі қоғам ол қазақ халқының ең маңызды бір құбылыстардың бірі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет Асқар. Қалай келісесіздер ме? Келісуге болады. Болады, Бірақ дәстүрлі қоғам дегенмен қазіргі жаһандану процесінде дәстүрлі қоғам деген шамалы ескіріп бара жатқан сияқты. Негізі өз ойымды бірақ шағаланы естейді. Жақсы, шағалаңыз келесі сізде. Дегенмен дәстүрлі қоғам ол адамдарды адамгершілікке, жоғары моральдық құндылықтарға тәрбиелейді. Және де бұл маңызды, дәстүрлі қоғамның маңызды бір белгісі ретінде қарастыруға болады. Және де дәстүрлі қоғамда табиғатпен үйлесімділік бұл маңызды белгі ретінде қарастырылады. Себебі техногендік өркениетте табиғатқа үстемділік, яғни сыртқы әлем адамның ғылыми-техникалық прогресті жүзеге асыру ортасы ретінде, кеңістігі ретінде қарастырылады. Ал дәстүрлі қоғамда керісінше табиғатпен үйлесімділікте болу, табиғаттың гармониясын бұзбау және де адам қандай күйде жаратылса, сол күйде қалу ол дәстүрлі қоғамның негізгі белгісі болып табылады. Негізі қорытындылай айтып кетсем болады ма? Менің ойымша қазіргі кезде дәстүрлі қоғам, техногендік қоғам дейміз, олар бір-бірінен ажырамас бөлшектер болып табылады. Өйткені
біз дәстүрлі қоғамды да ұмытпай, техногендік қоғамның жағымды жақтарын алып, дамып, өзгерістерге ұшырауға тиістіміз деп мен ойлаймын негізінде. Өйткені дәстүрлі қоғам ол біздің тарихымыз болып келеді. Техногендік қоғам ол біздің болашағымыз болып келеді. Ол менің ойым. Осылай қорытындылап кетсем. Жақсы, рахмет ойларыңызға. Қабылданды ойыңыздарыңыз. Сонымен құрметті магистранттар, кезекті семинар сабағымыз аяқталды. Бүгінгі көтерілген тақырыптың негізін ашып көрсетуде сіздердің ой бөліскендеріңізге, дайындықтарыңызға көп рахмет. Мен ойлаймын, тақырып өз деңгейінде, өз мәресіне жеткізген. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың қорытындысы сіздерге өте жақсы деген бағамен нәтижесі шығады деп ойлаймын. Сіздерге болашаққа сәттілік тілейміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.